Неге үшке оқитын оқушылар беске оқитын оқушылардан көрі әлде қайда табысты болады. Және де үшке оқитындар оқушылар беске оқитын оқушылардан көрі шынымен де табысты ма? Бұл шындық па? Немесе стереотип па? Оны осы видеода талқылайтын боламыз. Ендеше достар, оқушылар, мұғалімдер каналға тіркеліп кетіңіздер. Мен болашақ мұғаліммін, осы жерде сабақ туралы болады. Комментарияға жоқ сенікі дұрыс емес деп жаза беріңіздер, лайк басып кетіңіздер, менің әлеуметтік желіме тіркеліп кетіңіздер, барлығы ссылкада описаниеда. Ендеше бастаймыз. Үшке оқитын оқушылар беске оқитын оқушылардан көрі әлде қайда табысты ма? Бұл сұрақты маған қойса, мен я деп берем. Неге? Түсіндірем. Табысты болу үшін, успешный адам болу үшін, успешный дегенде енді әр адам үшін өзінің успехы бар, бірақ біздің пониманияда успех деген, енді успех деген, кішкене былайша түсінікті болсын. Успех деген негізінде ол сенің отбасың, ол сенің сүйіктісімен айналысуы, ол сенің свободаң деген сияқты. Енді адамдардың ойынша көп жағдайда успех ол арманға жету. Ол да дұрыс, негізінде ол да дұрыс. Мінекей дәл осы арманға жету жолында, миллионер болу жолында адамдарға не керек? Адамдарға бірнеше качество керек. Және де осы бірнеше качествоның ішінде бірнеше качество бұл үшке оқитын адамдарға көбінесе табылады, беске оқитын адамдардан көрі. Ол қандай? Ол риск деген, яғни тәуекел ету. Және де ол тез шешім қабылдау. Бұл шешім дұрыс болма, дұрыс болмайма бәрібір. Бірақ рисковать ете отыра тез шешім қабылдайды. Осы екі качество табысты адамдардың бойында бар. Үшке оқитын адамдар мен енді беске оқитын адамдарды салыстыра. Мен бұл жерде беске оқитын адамдар жамандап тұрған жоқпын, бірақ бұл жерде кішкене дәл осы сұраққа анықтама беріп тұрмын. Сонымен беске оқитындар сабаққа қалай дайындалады? Олар күні бойы прям біздің ойымыздағы прямом смысле отличник ол осылай дайындалады. Ол күні бойы сабаққа дайындалады. Ол күндіз түні ұйықтамай сабақ оқиды. Егер де оған мұғалім бірден тапсырса, ол мұжытпай орындайды. Бұл жақсы әдет. Бұл негізінде бірдеңе істей білген, бірдеңеге толықта істей берген ол жақсы әдет. Бірақ оның өзінің минустары бар. Дәл мынаның өзінің минустары бар. Ал енді үшке оқитын адам қалай дайындалады? Үшке оқитын адам ол жаңағындай күндіз түні деген жоқ, оны күндіз бойы деген жоқ, ода таңертеңнен кешке деген жоқ, ода сабаққа прям толықтай қатысу деген жоқ. Егер де оған мұғалім мысалы балаларға айтады ғой, мынаны үй тапсырмасына орындап келіңдер десе, ол скорее всего үйде орындамайды. Ол алады, мектепке келеді, сабақтың басталуына 10 минут қалған кезде, көп жағдайда 10 минут қалған кезде ол біреуден алады да, тез, пожалуйста, маған мынаны берші, мен саған мынандай сатып алып беремін, сосын асханаға барамыз, мен саған мынандай сатып алып беремін, маған береді, тез көшіріп алайын, резко, почти тез шешім қабылдап отыр. Ол еще мысалы коммуникация жасап отыр, я маған мынаны берсе, мен саған осылай беремін деген сияқты. Адаммен тіл табысып отыр. Ода ешқайда мысалы автоматизм, олда уже переживание жоқ. Переживание ода кішкене ғана сәтте басталғанда ғана болады. Ол енді нормальный переживание. Ал кейбір адамдардың переживаниясы, енді жаңағы айтқандай отличниктардың, беске оқитындардың іштегі уайымы, олар есика тапсыра алмаса не болады? Олар вечный стресста. Ал бұлар краткосрочный стресста. Олар алады, тез дайындалады. Все, давай, тез. Жазып береді, апайға тапсырады. Болды. Мейлі, оған бәрібір баға қандай болады? Оған лиші 2 алып қалмаса болды, либо 3 алып қалмаса болды деген сияқты. Олар тез шешім қабылдап үлгереді. Олар
рисковать етуді үйренеді. Негізінде осы маңызы. Мектепте дәл осындай заттарды алған маңызы. Яғни ертең болашаққа керек качестволарды бірінші ең біріншісі дәл осындай качестволарды алған дұрыс мектепте. Жаңағы теория, басқаларды қоя отырып, ең бірінші осындай алған дұрыс. Себебі бұл өмірде ең бірінші кездесетін нәрсе бұл өмірде осы. Былай істейсің. Сондықтан достар, оқушылар және де мұғалімдер. Енді мұғалімдерге айтарым, балаларға кішкене осындайды үйретіңіздер. Я сабақ берудің өзінде, сабақ берудің барысында осындай бір ойындар ойнатып қойға болады. Баланың іштегі рисковать ету, баланың шешім қабылдауын арттыратын ойындар беру істеуге болады. Ал оқушылар, сіздерге айтарым, үшке оқы демеймін сіздерге. Отличник болма демеймін сіздерге. Өздеріңіздің еркілеріңіз, барлық өздеріңіздің еркілеріңіз. Бірақ сіздерге айтарым, ең бірінші орында мен қазір қандай білім алып жатырмын, және де бұл білім маған маңызды ма дейтін сұрақ қойыңыздар. Мен де мұғалім ретінде, болашақ мұғалім ретінде, мен де миссиям осы балаларға дұрыс білім беру шығар. Ендеше көп рахмет. Каналға тіркелейік, лайк басайық, комментарий жазайық. Келесі видеоларда кездескенше.